Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай мерекелік, өте дәмді және тез дайындалатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен картопты үккіштің майда көзінен өткізіп алатын боламыз. Піскен қызылшамызды да майда үккіштен өткізіп алатын боламыз. Картопты, қызылшаны екеуін бір ыдысқа салып араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұз салып, майонез немесе қаймақпен араластыратын боламыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Пісіп шыққан етімізді осылай турап, үстіне майонез немесе қаймағымызды салып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Салмамыз дайын болды. Бізге осындай стрич пакет қажет болады. Бір ас қасықтан осылай жайып алатын боламыз қасықтың көмегімен. Ортасына салмамызды салатын боламыз. Екі жағын біріктіріп, форма пішін жасап алатын боламыз. Форма беріп болғаннан кейін бізге бетін әсемдеуге осындай күнжіт қажет болады. Әсемдеп шығу үшін осындай ақ желкенді пайдалануға болады. Салатымыз дайын, өте дәмді және тез дайындалады.
Егерде сіздерге менің каналым ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.